Бүгін 21 қараша 2024 жыл. Міне менде Шахристан орталығына келдім. Бүгін Жамбыл облысының 85 жылдығына арналған суретшілердің көрмесі болады. Бұл көркем сурет галереясында өтеді. Міне Жамбыл облысының 85 жылдығына орай облыстық қылқалам шеберлерінің тарихы терең Таразым атты топтық көрмесі дейді. Көне Тараз тарихи этно-мәдени кешені көркем сурет галереясы. Кірек. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Қалайсыздар? Құрметті жерлестерім, достарым, әріптестерім, мына биыл біздің Жамбыл облысына 85 жыл мерейтойын атап өтіп отырмыз. Сол үлкен мерейтойға байланысты мен өзім жеке көрмемді кеше ғана ашып жатырмын, осы орайлы. Түрік шығыр деген. Оны өздеріңіз көрдіңіздер, келдіңіздер. Ал енді бүгінгі көрмеміз құтты болсын, құрметті әріптестер. Жасыны көрмекке де көп көмектесуіміз керек жастарға. Сондай басқа да енді аты шығып жүрген қазір біздің Тараз өңірінен шыққан өзіміздің Мұхтар, Серік Азизов, мықты суретшілер, Мұқазым, халықаралық симпозиумдарға қатысып тұрады. Қанат Мұратбаев, керемет талантты суретші, өзіміздің Жуалдан өте жақсы сыйлаймын творчествосын. Жастар, Ерболат Құсайынов, Тастан деген жақсы жастар суретшілер бар. Енді аты аталмай кетсе ренжімеңдер, мен просто қазір соны айтып өтейін дегенім бұл. Сондықтан енді мынау Тараз өңірі, енді өзіміздің туып өскен жер болғаннан кейін, біз осы жаңа алдында айтып кеткен жүргізуші қызымыз айтты ғой, бүкіл түркі дүниесінің тарихы осы жерден аталып тасталады. Тек Қазақстанда емес, Орта Азияда алардың орны тарихта үлкен білесіздер. Кейінгі осы 5-6 жылда Тараз біздің өңіріміз керемет болып өзгеріп келе жатыр. Шынында да бір көретін ғимараттар болып жатырмыз, керемет. Мысалы, қазір мынау Шахристан дейміз ба, Арбат дейміз, керемет ғимараттар түсті. Соны елдер қызығып жатыр. Мысалы, Алматыдағы суретшілер болсын, Шымкенттегі суретшілер, басқа адамды бізде көрме жасағымыз келеді. Қандай керемет галерея деп отыр. Өз үлесімді қосып көрмемді осы туған жерге тағзым деп, Таразым деп мен сонау Астанадан бір газель картина алып келдім. Мысалы, 120 суретшіні еңбегін бағалауымыз керек. Көз майын тамызып дегендей еңбек етіп салды ғой, еліме деп, жеріме деп. Ал оны көрмесек, оны қолдамасақ, ол болмайды. Сондықтан жаңа айтып кеттім, жеке көрменің аты Ұлы Түрік шыңы деп аталады. Берде мына мүсіндер менің жұмыстарым, мына 2 картина менікі, елім менің деген картина. 5 жұмыс сыйлаймын музейге осы қорға. Алдарыңызда күректер. Ал құрметті жерлестерім, замандастарым, әріптестер, достарым, мына көрме құтты болсын, көрме ары қарай жалғасын таба берсін. Мәдениет басқармасы, облыс әкімшілік келіп, көріп, қолдап жатса, біз қолдап қолдаймыз. Рахмет сіздерге. Келесі сөз Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі Паншаев Мұхаммед Омар Сализұлына беріледі. Салам алейкум, құрметті достар. Бүгін өте жақсы күн. Хочу всех поздравить с праздником 85-летия нашей Жамбылской области. Конкретно для наших художников это большой праздник. Хочу от души всех наших художников поздравить с такими хорошими работами, творческими работами. Сейчас говорили, действительно, многие наши художники уже нету с нами. Конечно, это больно в сердце, но мы вспоминаем каждую фамилию, каждого художника. Действительно, хорошо, если у нас в Таразе открыл бы такой музей по шелковому пути, я имею в виду художников, которые были до этого, которые сейчас живут. Это все, конечно, остается здесь, на этом земле. Что здесь они творили так, чтобы они остался. Не айтам, барын жақсы болсын, аман болсын, барын денсаулық тілеймін. Рахмет.
Ендеше лента қию рәсіміне Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы басшысының орынбасары Мадиева Сара Қабылбекқызын және Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі Рахимжанов Муратжон Дадаевичті ортаға шақырамыз. Жамбыл облысының 85 жылдығына арналған көрменің лентасы салтанатты түрде қиылуда, мінекей қиылды, құтты болсын дейміз. Баршаңызды көрмені тамашалауға шақырамыз. Жамбыл мерейтойы тағы да құтты болсын. Сіздерге шығармашылық шабыт тілейміз. Ал көрермендерімізге көрмені тамашалауға шақырамыз. Саламатсыз. Қалайсыз? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, жұмысқа кірісіп кеттім аға. Амансыздар, мереке құтты болсын. Қали Қораласпаев қой. Қали Қораласпаев. Мен енді не деймін, өнер адамдарының барлығына, бүгінгі облысымыздың барлық азаматтарына мен бүгінгі 85 жылдықпен құттықтаймын. Өйткені ауыл шаруашылығы болсын, экономика болсын, өнер саласындағы бәріміз атсалысып жатқанымыз еліміздің, республикамыздың көркеюіне атсалысып жатырмыз деп есептеймін. Біз де рухани атсалысып жатырмыз. Сондықтан барлықтарыңызды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Рахмет. Суретшілер. Гүлназ, қалайсың? Қалайсыз? Кішкентай қыз еді. Барлық суретшілерге сәттілік тілеймін. Ары қарай творчество дамыта берсін, еңбектене берсін, халқымызды қуанта берсін, кейінгі жастарға үлгі болсын. Рахмет. Барлық суретшілерге шығармашылық табыстар тілеймін. Жақсы картиналарды дүниеге әкеле берулеріне тілектеспін. Ой, рахмет. Здравствуйте. 165-летие области отметить еще. Спасибо. Есть возможность, есть желание. Есть желание. Ага. А возможности жизнь покажет. Спасибо. Алдағы мынау жас келген суретшілер артымызда келе жатқан жастарға біздің жұмыстарымыз үлгі болсын, өнеге болсын, солар осындай творчествоға құлшыныспен кіріссін, халқымыздың, еліміздің мынау өнері шарықтай берсін әлемге деп ойлаймын. Рахмет. Рисовать побольше работ, участвовать в выставках и любить свою страну. Спасибо. И отображать в картинах наш замечательный, красивый край. Очень дружелюбный, очень красивый, очень яркий, очень творческий, замечательный. Спасибо. Қалайсың, Граша? Бүгінгі мерекеге қандай тілегің бар? 85 жылдық Жамбыл облысымыз гүлденіп, өсіп, өркендей берсін, жастарымыз көбейе берсін, өнер сүйетін қауым көбейе берсін. Сізге де шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Қалайсың? Қалайсың, Әлия? Ал бүгінгі мерекеге қандай тілектеріңіз бар? Суретшілердің бүгін Жамбыл облысына 85 жылдығына үлкен еңбектерін әкеп елге тарту етіп жатыр ғой енді. Соған біз қол илерші болсақ та, енді бұрынғы жасаған жұмыстарымызды бір тал болса да үлесімізді қосайық деп сөйтіп әкеп қойдық, мінекей алғыс хатымызды алып жатырмыз. Рахмет. Шүкір, мынау
деңгейін көтеру керек екен біздің облыстың суретшілерді деңгейінде қолөнершілермен бірге көтеру керек екен. Негізі екі өнер өте тығыз байланысты өнер. Қолөнерменен суретші. Жақсы суретші болса ол қолөнерші бола алады, жақсы қолөнерші ол суретші бола алады. Сондықтан екі өнер байланысып тұрғаннан кейін біз соған ана жағына да мына жағына да қолымыздан келгенше үлесіміз қосамыз. Рахмет. Құттықтаймын. Иә. Мынау сіздің жұмысыңыз ғой, қандай әдемі. Келіншек. Қандай әдемі. Мастер бар екен, мастер соң. Шіркін, аха. Міне бұл мына қанат шебердің суреті. Астанада қоямыз, өзіміздің принциптерге. Әлия, сен жұмысын 5 күндік болсын. Мынаны пластилиннен істедің дейді ме? Темір деп ойладым мен. Күнде бояған сосын. Ана золотымен бояған. Темір деп қола деп ойлап отыр.
Вообще, сидят там. И на